Баршаңызға сәлем, сабаққа қош келдіңіз. Бұл сабақтың аты парақшаны дұрыс жүргізу бастау. Мына сабақты мен жасап отырмын. Себебі байқадым, көп адамдар маған жазады. Менде ана видео түсіріп едім, салып едім, қаралым жинамай жатыр. Мен нетіп едім, мен сала берсем де қаралым жинамайды. Идеяны қайдан алам деген сияқты көп адамдар солай жазады. Соларға қаншама мен разбор жасағанмын, қаншама мен сұрақ қойғанмын, бір қарапайым нәрселерді жасамайды. Сол нәрселерді мен сізге бүгін айтып, осы сабақта жеткіземін. Керемет мықты сабақ. Достар, бұндай сабақта елдер сатады кәдімгідей. Мен сіздерге тегін жеткіземін. Түсіне кетесіз. Не себеппен сіздің видеоларыңыз саласыз, қаралым жинамай жатыр. Ананы салам ба, не саламын, қандай идея жетіспейді деген нәрселердің барлығын бүгін шешіп тастаймын осы сабақпен. Сондықтан сабақты қарап отырсаңыз, тыныш жерге бір отырып, тетрадь болсын, не болсын, бір запись жасайсыз ба, заметка болсын, не болсын, соның барлығын осы сабақта не айтылады, міндетті түрде жасап шығыңыз. И сосын айтқан нәрселерді жасап шығыңыз. Сол кезде дұрыс нәтиже бұйырса болады. Жай ғана қарап шыққаннан сізде ешқандай өзгерістер болмайды. Осы сабақтағы нәрселерді жасап тастасаңыз, керемет нәтиже деген бастапқыда нәтиже бір керемет болады. Солай, енді бастайық. Бізде бұл сабақ кімге арналған? Енді кәсіпкерлерге және SMM мамандарға. Енді жалпы сіз өнім сатсаңыз, парақшаны жүргізіп дамытайын деп жатырсыз, немесе дамытып жатырсыз, дамымай жатыр, қаралым жинамай жатырсыз, мәселелер парақшаңызда. Осымен де көп нәрсе түсіне кетесіз. Немесе SMM маманы ретінде сіз басқа парақшаларды жүргізіп, сіз деген табысқа шығу, нәтижеге жеткізгіңіз келеді. Сосын парақшасын жүргізу бастайын деп жатқандарды жаңа айтқандай, қазіргі кезде парақшасын жүргізіп жатыр, бірақ нәтиже жоқ. Жүргізіп жатырсыз, немесе 1 жыл, 2 жыл болды жүргізіп жатырмын, келе салам, бірдеме салмайым деген сияқты болып жатса да, немесе нөлден міне енді бастайын деп жатырмын, соларға арналған сабақ. Бұл жерде сабақтың жоспарын айта кетейін. Енді сабақ ұзақ болмайды, қысқаша сіздерге толығымен жеткізуге тырысамын. Парақшаға талдау, анализ, міндетті түрде істелінетін нәрсе біздің парақшамыз қазіргі кезде не болып жатыр. Сол маңызды. Гифке қатыстың ба, бұрыннан 5 жыл бұрын ашқанмын, соны жалғастырам ба деген сияқты жауабын аласыз. Мақсатты аудиторияны анықтау. Қарапайым осы нәрсені адамдар істемейді, парақшасын жүргізейін деген кезде. Сразу ойланады, не саламын көп қаралым жинау үшін деген сұрақтар қояды. Алдымен осы нәрсені істеп алу керек. Біздің бизнесіміздің мақсатты аудитория кім бізден келіп сатып алады? Өнім сатасыз ба, немесе услуга сатасыз ба? Кім солар анықтап аламыз. Және парақшаға идеяларды қайдан табамыз. Все, осы үш нәрсені көп адамдар істемейді. Достар, сен көріп отырсың, қарап отырсың. Сен дамығың келеді. Вообще осы сабақ туралы мен айттым да, сен аштың да көріп отырсың, иә? Значит, сен бір қадам істегің келеді. Бір парақшаны дамыту бойынша саған көп нәрсе айтып тастады, естігенсің. Инстаграмды жүргізсең осылай мықты болады, нет болады. Сенде сондай нәрсе болмай жатыр, немесе бастайын деп жатырсың. Сен осы сабақтан баста. Осы сабақ саған соның басы болсын. Парақшаны дамыту бойынша. Шынымен достар, мынандай сабақты сатады кәдімгідей. Мен сіздерге тегін жеткіземін. Сен дамығың келеді, дұрыстап сабақты басынан соңына дейін қарап шық, айтқан нәрселерді жасап шық. Нәтиже 100% болады. Нәтиже точно болады. Осы уже қадамдардан бастасаңыз. Так, енді біріншісі парақшаға талдау жасаймыз. Видеоға анализ жасаудан бұрын, вообще видеоны салғаннан бұрын, идея тапқаннан бұрын біз алдымен парақшада бәрі дұрыс екенін тексеруіміз керек. Біз тексеруіміз керек. Не дұрыс болып жатыр ма, дұрыс болып жатқан жоқ па? Дұрыс болмаса, видеоны қандай салсаңыз да, қаралым жинамайды. Соны тексеру керекпіз. Парақшада қаралымға кедергі келтіретін мәселелер бар ма? Соны анықтап алу керекпіз. Не үшін? Мына схемамен түсіндіріп отырмын. Міне үстінде таза емес парақша. Ол не таза емес? Гифке қатысқан, жаңа біз қазір талдап шығамыз, анализ болса. Парақшамызда бір мәселелер болып жатса, бұрыннан бір ашылған, сосын жүргізген жоқпын, сосын әкем алды, сосын сестрам жүргізді, сосын бірдеме болды, нетті, сосын анан нетті, сөйтті деген нәрселер болып жатса, онда бізде видео салғаннан кейін біз дұрыс анализ жасалмай қаламыз. Видео салдық, не себеппен ол қаралым жинамай жатыр? Кез келген рил салған кезде біз всегда анализ жасап отырамыз.
Так, бір апта өтті, уже мынанша қаралым жинады, отчетта мына жерге жинаған жоқ. Не себеп болу керек? Сол жерде дұрыс анализ жасау үшін не себеппен жинап жатқан жоқ? Біздің парақшамыз дұрыс болу керек. Ал таза парақша болып жатса, парақшада ешқандай мәселе жоқ. Жаңадан ашылған, гифке қатыспаған болсын, міне жүргізіп жатыр. Бізде парақшаға тіркелген адамдар, біздікілер, тек бізге қызығып жатқандар болып жатса, онда біз видеоны салғаннан кейін уже спокойно тап-таза бір талдау жасай аламыз. Анализ деген нәрсе, салдық, не себеппен қаралым жинамай жатыр, мүмкін мынау ұнамай жатыр, мүмкін анау ұнамай жатыр деген сияқты нәрселерді. Сол кезде дұрыс анализ жасай аламыз. Енді парақшаға анализ қалай жасамыз? Ең бірінші сұрақтарға жауап беру керекпіз. Міне, біріншісі, парақшаға түрлі гифтармен жарыстарға қатысқан ба? То есть гиф болсын, жаңағы конкурс, лайк тайм, майк тайм деген нәрселер. Немесе вообще біреулер парақшаны сатып алатындар да бар. Вообще түсінбеймін. Қалай парақшаны сатып аласыз? Оның ішінде керексіз аудитория тіркеліп тұрса. Еще живой подписчик сізге тіркеледі деген нәрседі бар ғой. Кәсіпкер немесе өнім сатасың ба, экспертсің ба, саған гифке қатысасыз ба деп жатса, ол сіз парақшаны өлтіретінбей келісім жасап жатсыз. Гифке қатысасыз ба, сізге 1000-2000 жинайы живой подписчик келеді деген нәрсе. Ешқашан қатыспаңыз, ешқашан. Ал қатысып жатсаңыз, қатысып қойдыңыз ба, сол себеппен сізде қаралым жинамай жатырсыз. Ең бірінші нәрсе, мен бар ғой, супер қарсы шығамын, гифке спонсор ретінде қатысу. Достар, шатасқаныңыздаршы, гифке қатысу ол спонсор ретінде. Анау емес, просто типа iPhone ұтып алғым келеді, 3 адамды белгіледім, ол қатысу емес, спонсор ретінде, демеуші ретінде қатысып жатсаңыз. Содан бізге аудитория келіп жатса, все, тастасаңыз парақшаңызды мусорға. Керексіз ол парақша. Керексіз парақша. Не салсаңыз да қаралым ешқашан жинамайды. Ол біріншісі. Екіншісі, парақшаға накрутка алаяқтық жасалған ба, боттарға накрутка жасалған ба, накрутка жасап береді, сөйтіп береді деген сияқты. Сондай нәрселер болып жатса, тоже мусорға тастай салыңыз. Сол себеппен сіздің видео бар ғой, Қайрат Нұртас отырады, ал мына жағында Месси отырса, екеуі отырып, сіз суши сатып атсаңыз, сушиіңіз жеп атса, екеуі үшеуіңіз отырып жеп атсаңыз, мынандай суши бар деп жатсаңыз да, қаралым ешқашан жинамайды. Үшіншісі, парақша ескі ме? Ол да маңызды. Ескі парақшаны көтеру кішкене қиынырақ болады. 5-6 жыл бұрын ашылған парақша, сосын ештеңке салынбаған, өзіңіздің ғана фотоңыз салынған, туысқандарға толған нәрсе, туысқандарым біздің аудитория емес, ол вообще біздің аудитория емес. Олар наоборот кедергі болады сол жақта жатқанымыз. Енді қолдайтын туысқан болады, ол 1-2 пост салғаннан кейін қолдағаннан кейін бітті ол. Мынау қайтадан бірдеме салып жатыр дейді. Сондайға толып тұрса, жаңа парақша ашамыз. Төртіншісі, аккаунттың статусы. Аккаунтқа қандай да бір тыйым салынған ба? Аккаунттың статусын деген нәрсесін біз тексере аламыз. Ол өте қарапайым нәрсе. Біз Инстаграмның ішінде кіреміз, 3 сызықша тұрады, соған басамыз. Соның ішінде бізде настройки конфиденциальность ішінде статус аккаунты деген бар. Астына өтемізде статус аккаунт. Соған кіреміз, бізде ол жақта бір қызыл қателіктер, бір нәрселер болып жатса, оқыңыз не деп жазылып тұр сол жерде. Оқыңыз. Сон нәрселер, галочкалар тұрмаса, ошибкалар тұрса, значит бір қателік жасадыңыз. Авторлық құқықтарды мүмкін бұзған шығарсыз кезінде, сол себеппен де рекомендацияға біздің видеолар шықпайды. Осы 4 нәрсеге жауап беріңіз өзіңізге. Жазып алыңыз прям. Өзіңіз парақшаңыз бойынша. Өзіңіз парақшаңыз болсын, басқа парақшаны жүргізіп жатсыз ба? Кез келген парақша бойынша осындай талдау жасау керек. Ең басында. Мен кезінде үлкен компаниялар жүргізген кезде осы нәрсені жасайтынмын. Осы қарапайым нәрсені жасайтындар. Солардың SMM мамандары білмейді осыны жасау керек екен. Сразу біз мынаны саламыз, ананы салу керекпіз, біз мына видео түсіреміз деген сияқты. Мынаны жасап бітірмей. Осыны жасау керек басында. Сосын ғане біз түсінеміз не болып жатыр парақшамен. Осы парақшамен ары қарай жұмыс істеуге болады ма деген сияқты. Осыларға жауап берсеңіз, қателіктер болып жатса, гифке қатысын десе, жаңа парақша ашамыз, и все. Жаңа парақшаны ашам дегендер бар. Қалай мен оны көтерем? Қарапайым рилстарды салып. Келесі, парақшаның мақсатын және аудиторияны анықтау керек. Мақсаты және аудиториясы. Әрбір Инстаграм немесе TikTok парақшасында өз мақсаты болады. Достар, не блог жүргізсеңіз, енді өнім сататындарда өте қарапайым мақсаты өнімді жеткізу. Олар не үшін осы өнім бар, не мәселе шешеді,
Мақсатты аудиторияны ол жақта анықтаймыз. Ал анандай блог жүргізіп жатсаңыз, мен байқадым, кейбір адамдар бар ғой, бірінші келін блогты бастайды, сосын гитара ойнайды, сосын үшіншісінде билейді, төртіншісінде бухгалтер болып кетеді, бесіншісі тағы бірдеме, мен ана екеуін бірге жүргізіп жатырмын, еще шапка профиліне жазылып тұрады, бухгалтер, СММ, гитарист, каратист, барлығы жазылып тұрады ол жақта. Адамдар шатасып кетеді, алгоритм шатасады, сіз де шатасасыз. Бір нәрсені анықтаймыз, менің парақшамнан кім маған келу керек, не сатып алу керек. Сол нәрсені анықтаймыз. Ну и мақсатты аудитория, олар кім деген сияқты. Біз мақсатты аудиторияны қалай анықтаймыз? Қарапайым 5 сұрақ қоямыз. Біріншісі, біздің қызметті кім жиі сатып алады? Енді сізде уже тәжірибе болып жатса, уже сатып жатсаңыз, онда жазып алыңыз. Сізге көбінесе кім келіп сатып алады? Соны жазып алыңыз. Кім ол? Неше жаста? Қай қаладан? Соның барлығын жазып алыңыз. Не нәрсеге қызығады? Біздің аудитория қандай мәселелерін шешіп жатырмыз? Біз солардың қандай мәселесін шешіп жатырмыз? Мысалы, бухгалтерские услуги болып жатса, компанияда анандай ИП бойынша бар бір жаңағы клиенттеріміз, соның мәселесін нені шешіп жатырмыз, соны жазып шығамыз. Қандай мәселесін біз конкретно шешіп жатырмыз, сол маңызды тоже. Ресторан, кофейня болып жатса, өте қарапайым. И то ол жақта бөлінеді, кофейня келіп тамақ ішу, бір кейбір адамдар кофейняға отырып, тамақты кейде ішіп отырады и жұмыс істейді мысалға. Вот солардың мақсатты аудиториямыздың қандай мәселесін шешіп отырсыз. Мысалы, мен қарапайым, сіздің қандай мәселені шешіп отырмын, сіз парақшаны дамытқыңыз келеді, Инстаграм, ТикТок жүргізіп, естідіңіз, что сол жақпен жүргізіп, біз көп клиент келеді, қаралым жинап, сол жақтан біз сатылымды арттырамыз, соның бәрін істейміз. Мен сіздің сондай мәселеңізді шешемін мысалы. И табысқа шығару сізді. Сол енді бір Инстаграм мен ТикТок жай ғана жүргізбейміз ғой, әрине ақша үшін жүргізіп отырмыз бұл жерде. Сол мәселе мен мысалы шешемін. Стоматолог, тісте мәселе бар, соны шешеді, соны анықтап аламыз. Үшіншісі, біздің мақсатты аудиториямыз қайда тұрады? Қай қалада тұрады? Бүкіл Қазақстанда десек, енді онлайн доставкамен, мысалы, онлайн консультацияңыз бар, онлайн бірдеме үйретесіз. Немесе там аяқ киім сатып жатырсыз, онда бүкіл Қазақстан деп айтамыз. Дәл сіз қай қалада, ресторандар көбінесе сол жақтағы адамдар анықтаймыз. Қай жерден, қай жақтан олар. Және төртіншісі, біздің мақсатты аудиториямыздың қызығушылығымен өмір салты қандай? Өте маңызды нәрсе. Достар, неге біз анықтаймыз, олар не нәрсеге қызығады? Себебі біз сосын контент салған кезде олар қызығатын нәрсеге контент жасаймыз, видеолар жасаймыз, айтамыз, сөйлейміз. Солар не нәрсеге қызығады, соны береміз. Жай ғана аяқ киім болды ма, все, аяқ киімдерді сатып нете бермейміз. Айту керек біз ол жақта. Осы аяқ киім мода жағынан, олар модаға қатты қызығады біздің аудиториямыз. Көбінесе аяқ киім детский болсын, аяқ киім анасы, көбінесе анасы не нәрсеге ол қызығады, сонда ақпаратты беру. СТО аштық па, ТЖО? СТО бойынша әрине біздің клиенттеріміз, біздің мақсатты аудитория, олар авто әлеміне қызығады. Жаңа Bugatti шықты, жаңа Lamborghini шықты, Алматы, Қазақстандағы бензиннің бағасы осындай болып жатыр, анау-мынау деген жаңалықтар да беру, сонымен бөлісу деген сияқты. Мәшіне туралы сыртқы тақырды бәрін айтып шығу о жақта, майын қашан ауыстырамыз деген сияқты. Осы жерден бізде не нәрсеге қызығады дегенмен уже бірінші контент идеялар шыға бастайды. Олар не нәрсеге қызығады, соны біз салу керекпіз. Соны жазып шығамыз. Сосын бесіншісі, біздің мақсатты аудиториямыз ауруы, қорқынышы неде? Мысалы, стоматологияда мен енді клиент ретінде стоматология, мен қорқамын стоматологқа баруға. Вот шын айтам бар ғой, вот ойлаған кезде, вообще видеода бір тісін бірдеме істеп жатқан кезде ужас менде бар ғой, уже дірілдей бастаймын. А мен стоматология барып отырған кезде вообще дірілдеп отырамын. Мен клиентпін стоматологияның. Боль менде сондай. Сол үшін стоматолог білу керек, менің клиенттерімде сондай қорқыныш бар. Сол қорқынышты біз тапқаннан кейін, вот маған шықсыншы видео, рилс шықсыншы, сіз қорқасыз, нетесіз, обезболивающий нетеміз, анандай нетеміз, біз ауыртпай жасаймыз дегенде, все, мен клиентпін алардың. Мен қызығамын сол нәрсеге. Мен барамын сол нәрсеге. Менің болым шешіп отыр. Жай ғана айтып отырған жоқ ол, тісіңізді емдеп береңіз деп жоқ. Сізде өзіңіз салаңызда сол нәрселерді ойлап көріңіз. Сіздің салаңыздағы жаңағы аудиторияңыз қандай мәселелер бар. Себебі қорқыныштар қандай, боль бар қандай. Соны ашамыз,
совсем таппай жатсаңыз, Гуглға кіреміз, какая боль моих клиентов, моей аудитории в бизнесе и там обуви дейсіз, немесе қандай сіз экспертсіз, соны жазасыз. Пожалуйста, табасыз ол жақта. Мына жақта деп отырмаймыз біз. Компьютер бар, интернет бар, сол жақтан іздеп көріңіз, немесе жасанды интеллектке де жазып көріңіз, какая боль у моей аудитории. Я продаю вот это, вот это, вот это. Соны да біз білу керекпіз. Сол себеппен келіп сатып алады бізден, жаңағы стоматологтан сияқты. Мен сол себеппен барып айтам, мен оған, сіз айттыңыз ғой, ауыртпайды. Ол айтады, иә, ауыртпайды. Енді келгеннен кейін кішкене ауырады, шыдайсыз, бірақ осындай. Бірақ мен бардым, себебі контент ретінде маған сөйтіп сатып жіберді солай. Ауырмайды деп. Сол үшін мен соған барамын. Мен сізге айтам, мысалы, бір айдың ішінде үйреніп аласыз. Бір айдың ішінде мен айтқан нәрселер істесеңіз, парақшаны толығымен жүргізіп, дұрыс контент жасай алатын боласыз. Ойлап отырмайсыз, не салсам болады, нақты білетін боласыз, не сіз саласыз, және ол салған нәрсе көп қаралым жинайтын тақырыптар болады. Көп қаралым жинайтын тақырыптар жасаңыз келсе, сонда істей алатын боласыз. Сіз білетін боласыз өзіңіздің салаңызда. Мысалы. И вот сіз келесіз, менен мысалы сатып аласыз. Себебі мен солай айттым, мен больдарды айтам сіздердің. Қиналып жүрсіз, не істерін білмей, не салатын білмейсіз деген нәрселерді. Сіз де өзіңіз салаңызда сол больдарды өзіңізге жазып шығыңыз. Өте маңызды. Сосын парақшаға идеялар табу. Өте қарапайым нәрсе. Тоже көп адамдар істемейді бұны. Надеюсь, вот. Жарайды, істемесеңіз, ничего страшного. Бірақ істеп жатсаңыз, молодецсіз, керемет. Мүмкін оны істейсіз, бірақ толығымен жасамайтын да шығарсыз. Басқалар сияқты миллиондаған қаралым жинайтын контент жасау. Ол қалай? Сіздің контентіңізге ұқсайтын контентпен өзіңізді қоршаңыз. Қоршап шығамыз, ол не нәрсе? Инстаграм және тиктокта сіздің парақшаңызға ұқсас парақшаларға жазыламыз, тіркелеміз. И все. Вот мен SMM маман ретінде, мен маркетологтарға, мықты SMM мамандарға, енді мен ағылшынша сөйлей аламын, сол себеппен соларға шетелдіктер не деп жатыр, тіркелемін. Адам Мусери, Инстаграмның директоры не айтып жатыр, постоянно пост шығын кезде мен анализ жасау керекпін, не жаңалықтар, не нәрсе жаңадан болып жатыр, соларға тіркеліп, менің Инстаграмдағы лентам болды, соған толған нәрсе. Керексіз нәрсе шығып жатыр ма? Қыз билеп жатыр, маған керексіз жаңағы біреу билеп жатыр, анау нетіп жатыр, мен все неинтересно деген басам, болды, маған керек емес сондай контент. Сондай контенттен біз вообще парақша жүргізген кезде бір кәдімгідей жұмыс ретінде қарасаңыз, тезірек дамисыз. Хобби емес бұл. Жұмыс ретінде қарасаңыз, тезірек дамисыз. Дисциплина сол кезде мүмкін сізде пайда болады бұл жерде. Сол үшін қоршаймыз. Мен стоматологпын. Бүкіл стоматология бойынша парақшаларда мықты, просто парақшалар емес, мықты парақшалар. Мықты деген ол не? Көп қаралым жинаған видеолары бар, 10 мыңнан асқан, 100 мыңнан асқан. Сосын оқырмандар санында енді 20 мың, 30 мың, 40 мың болып жатса керемет. Енді стоматологты көрген жоқпын мен, 100 мың, 1 миллион оқырманы бар. Бірақ сондай парақшалар табамыз. Сосын байқадым, тиктокта көбінесе адамдар ашпайды, немесе ойлайды, тиктоктан қарасам, мен вообще тиктокқа кірмеймін, себебі ол жақта билет нетіп жатады. Потому что сіз билейтін нәрселерді көрсеңіз, ол саған бере береді сондай нәрсені. Стоматологтың парақшаларын табамыз, тіркелеміз солардың бәріне. Видеоларына лайк басып шығамыз, сонда сізде стоматология бойынша видеолар шыға береді. Бухгалтерсіз ба? Бухгалтерлық мықты парақшаларға аламыз, тіркелеміз солардың ішіне. Тіркелеміз, видеоларын лайк басып шығамыз. Сонда бізге идеялар сол жақтан шыға бастайды. Идея, достар, просто так шықпайды. Менің идеяларымда өзімнің рилс салып жатқан, көп қаралым жинаған. Мен де өстіп қарап отырам. Осындай видео бар, бұлай етуге болады, мына видео болады, қараса көп қаралым жинады. Өтіп кетеді ғой деймін. Окей, көрейік. Все. Ол енді мен тәжірибе бар ғой, мен де сіздерге жай ғана просто так бұл жерден біреуден ұрлай беріп сала бермеймін ғой. Сіз солай істей беріңіз. Солай істей беріңіз, ұрлап. Хотя бы содан бастаңыз. Қалай түсірді, қалай айтты, не айтты? Все, түсіреміз, жасаймыз, саламыз. Енді кішкене өзгертіп болады енді. Бірақ тақырыптарды спокойно алуға болады. Вот сол жерден бізде идеялар шығады, достар. Достар, осы нәрселер істеп шықсаңыз, все, дамисыз. Парақша хотя бы басында түсіне кетесіз. Вот надеюсь, вот точно сіздің парақшаңыз бойынша уже талдап шығуға болады, жаңа нәрселерді қарап шығуға болады. И істеп шықсаңыз, алғашқы қадамыңыз осы болады. Так, мына жерге дейін көріп жатсаңыз, комментарий қалдыра салыңызшы, окей? Пікір маған өте маңызды. Мен тегін ақпарат сізге беріп отырмын. Осы ақпараттың, осы сабақтың құны сіздің комментарийіңіз болсын, сіздің пікіріңіз болсын. Көп рахмет айтамын. Оқимын мен, барлығын оқимын сосын.
осы видеоның астында, мына видеоны сіз ютубтан қарап отырсыз, сол жерге жаза салыңызшы. Қалай болды сабақ, өзіңізге ұнады ма деген сияқты. Ұнамаса да жазыңыз. Ұнамаса да жазыңыз. Достар, енді бұның барлығын бір үйреніп алу жақсы. Контент ретінде мықты контент жасағыңыз келсе, мен сізді өзім үйрете аламын. Reels Pro курсында, онлайн курсында сізді үйретемін. Ол жақта мен үй жұмыстарын беремін, үй жұмыстарын өзім тексеремін, маған жіберетін боласыз. Парақшаңызға анализ жасап, бірге бәрін жасаймыз, дамытамыз. Наконец-таки парақшаңызды көтере аламыз. Кәдімгідей көп оқырман жинағыңыз келсе, көп қаралым жинағыңыз келсе, жай көп рет уже естідіңіз, Инстаграм, ТикТокты дамыту керек еді деген сияқты әлі отырсыз. Мен сізді соған жеткізе аламын. Тек мен айтқан нәрселер жасасаңыз, все. И жалпақ тілмен түсіндіремін. Өте жалпақ тілмен. Сіздер білесіздер, енді ескі оқырмандар мені білет, қалай түсіндіремін. Жаңа оқырман болып жатсаңыз, мен чайнап беремін сізге. Жұта салу керек болды. Істей салу керек болды. Еще қазіргі кезде жасанды интеллект бар. Жасанды интеллект вообще 2 есе 3 есе оңай бәрін істеп шығу. Еще қазақ тілінде қазір уже әдемілеп қабылдап жатыр ақпаратты. Сізді нәтижеге жеткізе аламын. Оқығыңыз келсе, мен номер телефоны қалдырып кеттім. Соған WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, менеджерім жауап береді, түсіндіре кетеді, қалай оқимыз, бағасы қанша, барлығын сізге жеткізеді. Бір айдың ішінде алып, біз толығымен үйреніп, уже алғашқы мықты рилстарымызды салып, қаралым жинай бастаймыз. Сосын сілтемені де қалдырып қойдым осы видеоның астында. И достар, өтініш, комментария жаза салыңызшы. Қалдыра салыңызшы. Бір рет өз пікіріңізді. Маған деген соны оқыған кезде тура шабыт ашылады, тағы да осындай видеоларда жасағым келетін болады, сабақтар сіздерге сыйлағым келетін болады. Назарларыңызға рахмет. Осы нәрселерді жасаймыз басында. Вот уже қазір сабақ біткеннен кейін все. Көріп шығыңыз, парақшаңызда не болып жатыр, жазып шығыңыз, жаңа сұрақтарға жауап жасаңыз. Болды. Осы сіздің алғашқы қадамыңыз болсын. Назарларыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін сіздерге.